тағы айтып кететін зат, менің мама Ташкенова Дариға да пенсиясын алып жүр ма, алмай жүр ма деген сияқты. Пенсия төлемдері жүріп жатыр ма, жүрмей жатыр ма деген сияқты. Ол да жаңағындай төлем услугалары қайда екені белгісіз, или басқа біреуге беріп жүр ма деген сияқты, или біреу алып жүр ма деген сияқты. Сондай болып тұр ол жерде. Төлем услугалары қалай болып жатқаны деген сияқты. Ол білмеймін, жалпы алып тұрмын дейді. Пенсиясын алды ма, алмады ма деген сияқты, сондай болып тұр. 100 мың теңге жақын алу керек пенсиясын. Ол алдым дейді. Ол пенсиясы алғанда қайда 100 мың теңгесі көрінбейді. Кешегіден мысалы мен услугаларды мен төлеп отырмын. Осындай ол жерде. Сосын жаңа Тазыбайға келетін болса, соларда жаңағындай тұратын болып жатса, оларда жаңағындай салық төлеп тұру керек. Тазыбайға салық төлеп тұру керек. Квартирный услугалар төлеп тұру керек олар дейді. Ай сайын бұл жерде тоғың бар, газың бар. Егерде осындай жаңа Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңғыз көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуаты Бауыржан осы жерде жұмыс істеп не қылып жатса, ол дейтін жаңағындай төлем услугаларын төлеп тұру керек. Солай болу керек олар дейтін. Олар дейтін төлемейді да, ертең жем-жемге келеді да, жаңа нелер келеді, ай сайынғы нелер келеді, или жаңа мен өзім жұмыс істеп жатсам, жаңа көре алмай жаңағындай жұмыстан шығарып жібереді, одан кейін менде ақша жоқ болады. Олар дейтін жаңағындай бір сайманда бір не жоқ, олар дейтін жаңағындай өзінше жаңағындай сөйлегісі келеді, деп сөйлеу үшін жаңағындай төлем услугаларын, салық нелерін реттестіру керек олар. Олар дейтін сол жаңағындай. Еще үй деп қояды. Үй деп айту үшін бірінші төлем услугаларын соларды реттестіретін шығарсың, соларды жұмысқа келтіретін шығарсың. Одан кейін барып жұмысқа келтіріп, қабілеттігі болмай жатса, сол кездерде ғана үй деп айтуың. Атақ сен айтып тұрған сөзің үй деп. Сенікі бұл жерде заң бұзушылық, құқық бұзушылық, нарушение бұл жерде. Сөйтіп айтынды үй деп. Олар дейтін сол көре алмай жағандай. Менің атымда болу керек деген сияқты сөйтіп жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Үй сенің атында болсын, жұмыс істейсің. Саған құрдан құр үй сенің атында болып, менің атымда деп болды деген зат жоқ қой ол жерде. Үйде жұмыс істету керек. Прибыль болу керек, жұмыс істеу керек. Сондай болу керек бұл жерде, мен айтайын деген. Олар сол жаңағындай сөйтіп жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Сөйтіп менімен есеп кітап айырысу керек бұл жерде. Сөйтіп есеп кітап айырысу керек олар дейтін. Олар есеп кітап айырыспай, мені жаңағындай болды Бауыржан болды ғой, мен жүре беремін ғой дейтін зат жоқ бұл жерде. Төлем, салық төлейсің. Айтып өткеніміздей жаңа. Видеода айтып өткеніміздей. Хиуаханы аты жөні ұлты деген сияқты, Бауыржан деген сияқты. Мен сол айтайын деген сендерге. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар, соны айтайын деген. Сендермен бірге болған Бауыржан Табынұлы жоғарыдағы.